Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Менің аты жөнім Құлшынбаева Нұргүл Естілеуқызы. Бүгін біздер 11 класста математика пәні бойынша қарастырылатын параллель проекция және ортогональ проекция деген тақырыпты қарастырамыз. Қазір сіздер жұпқа бөлініп отыру үшін мен сіздерге ақыл білім туралы мақалдар таратамын. Бірақ әр мақал 2 параққа жазылады. Сіздер мақалдардың басы мен соңын сәйкестендіру арқылы жұп құрасыздар және сол жұп бойынша отырасыздар. Егер сіздер мақалдардың басы мен соңын сәйкестендіріп болсаңыздар, онда мен мақалдың басқа жағын оқиын, сіздер соңын оқыңыздар. Айла алтау, ақыл жетеу. Айла мен ақыл қосылса, алдырмайтын екеу. Дұрыс айтасыздар. Ашу асып жүрген жерде ақыл қашып жүреді. Дұрыс. Көп оқыған білмейді, көп тоқыған біледі. Білімдіге дүние жарық, білімсіздің күні кәріп. Ақылдының сөзі қысқа, айта қалсан нұсқа. Адам ақылымен бай, жер дақылымен бай. Олай болса, енді осы жұптарыңызбен тұрған бойда орындарыңызға барып отырыңыздар. Бүгінгі сіздің сабақтағы көңіл күйлеріңізді анықтағым келіп тұр. Ол үшін сізге бір парақ қағаз және бояу қарындаштары қажет. Өзіңіздің бүгінгі көңіл күйіңізді суреттейтін табиғаттың бейнесін салыңыз, және сіздің көршіңіз сіздің көңіліңізді анықтап сипаттасын. Сіздердің салған суреттеріңізге қарап, күннің жайма шуақ күн сәулесін шашып тұрғаны көрініп тұр. Аспанда ашық көкшіл бұлттар салынғаны көрініп тұр. Олай болса, бүгінгі сіздердің көңіл күйлеріңіз жайдары сабаққа дайын деп есептейміз. Ендігі кезек еліміздің әдемі ғимараттардың суреттеріне назар салыңыздар. Бұл опера және балет театры Астана қаласында орналасқан. Келесі сурет бұл Абу-Даби плаза. Қонақ үй кешені болып табылады. Енді ғана салынып жатырған 88 қабатты, биіктігі 388 метр. Бұл қонақжай кешені ТМД төңірегіндегі ең үлкен биік ғимарат болып табылады. Осындай ғимаратты салу үшін, әдемі ғимараттарды салу үшін білікті мамандар осы ғимараттардың сызбасымен жұмыс жасайды. Мысалы, мына сызбаға назар аударайық. Бұл қазіргі Ақтөбе өңірінде көптен орналасып келе жатырған мансард типтегі 2 этажды үй. Жерде сіздер осы мансард типтегі үйдің бірінші этажының эскизін көріп тұрсыздар. Одан кейінгі фундаменттің эскизін көріп тұрсыздар. Сонымен қатар мансард үйдің 2-ші этажындағы эскиздерін көріп тұрсыздар. Келесі слайдта көп қабатты үйдің жобасы келтірілген. Ал сол көп қабатты үйдің бір пәтерінің сызбасын көріп тұрсыздар. Сіздер болашақ мамандықтарыңызды сәулет өнермен байланыстыратын болсаңыздар, я болмаса инженерлі техникалық мамандық таңдасаңыздар, әртүрлі сызба жасай білулеріңіз керек. Инженерлі техникалық мамандықта оқитын студенттер сызбалар салуды, сызба геометриясы деген пәнді оқуда меңгереді. Ал бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз параллель проекция және ортогональ проекция сызба геометриясында қарастырылатын негізгі тақырыптардың бірі болып табылады. Жалпы проекция латынша проджекция, алға лақтыру деген ұғымды білдіреді. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты ортогональ және параллель проекциялы ұғымымен танысу, өмірде олардың қолданысы туралы түсінікті қалыптастыру. Ортогональдық проекция ауданын есептеп үйрену. Осы сабақтың соңында мынандай нәтижеге жетулеріңіз керек. Ортогональ және параллель проекциялы ұғымын білу, фигуралардың ортогональ және параллель проекцияларын сала алу, ортогональдық проекция ауданын есептей алу, математикалық терминдерді дұрыс пайдалану. Өзіңізді сабақ барысында әртүрлі жұмыстар жасаймыз, соны өзіңіздің әрекетіңізді бақылап отыру үшін сіздерге мынандай парақ таратқым келіп тұр. Бұл жерде жасалынатын жұмыстар тізімі келтірілген, және сол әр жасалынған жұмысқа ең жоғарғы балды қоясыздар. Балдар көрсетілген. Сіз өзіңіздің жұмысыңызды қандай деп бағаласаңыз, яғни 3 балдан жоғарғы балдан асып кетпеу керек. Соңында жиналған ұпайдың санына қарап, сіздің бүгінгі сабақтың нәтижесіне жеттіңіз бе, жетпедіңіз бе, соны бақылауға болады. Математикада проекциялы ұғымның пайда болуына себепкер болған күн сәулелерінің әсерінен болатын көлеңке шығар дегенде топшылау бар. Сол үшін сіздерге мына бейне суретті көрсеткім келіп тұр. Бұл суретте үйдің көлеңкесі және тал теректердің көлеңкесі көрсетілген.
Енді мынандай сұраққа жауап беріңіздер. Талдың жоғарғы жағын егер А нүктесі деп белгілейтін болсақ, ең биік жерін А нүктесінің бейнесі қай жерде бейнеленіп тұр? Жерде ме, әлде кеңістікте ме? Дұрыс айтасыздар. Яғни оның бейнесі жерде бейнеленіп тұр. Суреттегі А нүктесінің жердегі бейнесі А' қалай табылған? Яғни сіздердің ойларыңызша, айтқан жауаптарыңыз бойынша, ол күн сәулелерінің әсерінен алынып тұр. Жерде тағы да басқа нүктелердің бейнесін көріп тұрсыз ба? Дұрыс айтасыздар, яғни Б' және С' нүктелерін көріп тұрсыздар. Бұл нүктелердің бейнесін алуда қандай бір ұқсастықты байқадыңыз? Яғни бұл нүктелердің барлығы бақтас күн сәулелерінің әсерінен алынып тұрғаны көрініп тұр. Яғни сіздер суретте байқасаңыздар, яғни барлығы бір түзумен бағытталынып тұр. Енді күн сәулелерінің бір бағытын бағыттаушы деп жерді проекцияны бейнелеуші жазықтық деп қарастырсақ, онда кеңістікте нүктенің проекциясын алу анықтамасын өзіңіз тұжырымдап көріңіз. Анықтаманы тұжырымдамас бұрын нүктенің проекциясын алу көрінісін мен сіздерге көрсетейін. Яғни альфа жазықтық берілсін. Альфа жазықтықпен қиылысатын L түзуі берілсін. Және кеңістікте бір нүкте берілсін. Олай болса, А' бейнесінің қалай алынғанын сіздер өздеріңіз тұжырымдап көріңіздер. Бұл анықтаманы жазу үшін сізге қажетті терминология мен сөз тіркестері көрініп тұр. Яғни параллель проекция, бағыттаушы түзу, проекциялау жазықтығы. Сөз тіркесі кеңістікте берілген фигураны проекциялау үшін. Осы сөздер мен сөз тіркестерін пайдаланып анықтаманы тұжырымдап көріңіздер. Енді параллель проекцияның анықтамасын сіздер жазсаңыздар, онда оқып берулеріңізді сұраймын. Дұрыс. Яғни сіздердің өз сөздеріңізбен жазған анықтамаларыңыз негізгі түсінікке сай келеді. Енді ғылыми тілмен жазылған анықтаманы оқиық. А нүктесі арқылы жүргізілген L түзуінің альфа жазықтығымен қиылысу нүктесі А'-ті А нүктесінің альфа жазықтығындағы L түзуіне параллель проекциясы деп атайды. Мұндағы L түзуін проекциялау бағыты, ал альфа жазықтығын проекциялау жазықтығы деп атайды. Енді егер кеңістіктегі кез келген фигура көп нүктелер жиынтығынан тұрады деп қарастыратын болсақ, онда кеңістіктегі фигураның жазықтыққа проекциялауға болады. Ол үшін кубты қарастырайық және альфа жазықтығына оның проекциясын салайық. Яғни өздеріңіз көріп отырсыздар, кубтың негізгі нүктелері мен түзулері, яғни нүктелер проекцияланып тұр альфа жазықтығына. Олай болса, кубтың проекциясы нәтижесінде мынандай фигура жазықтықта шықты. Енді параллель проекциялауға қатысты ескертулерді қарастырайық. Параллель проекциялау кезінде бағыттаушы түзуді байқап отырсыздар, L түзуі ол проекциялаушы жазықтық альфа жазықтығына қандай болып таңдалмау керек? Параллель етіп таңдалмау керек. Келесі ескерту екінші. Өздеріңіз байқап отырғаныңыздай, проекцияланушы түзу суретте L түзуі берілген және ABC жазық фигурасы берілген. ABC жатқан үшбұрыш жазық фигурасы жазықтық L түзуіне, яғни параллель орналасқанын байқап тұрсыздар. Олай болса, бұл үшбұрыштың проекциясы A1, C1, B1 нүктелері бұл үшбұрыштың қасиетін толығымен анықтамайды. Сондықтан да параллель проекциялау кезінде бағыттаушы түзуді берілген фигура жазықтығына параллель етіп таңдамаймыз. Енді келесі проекциялау қасиеттерін қарастырайық. Енді проекциялау ұғымымен таныстық қой. Сол қасиеттерді қарастыру үшін мына суретке қайтадан назар аударайық. BC нүктелері арқылы өтетін шатырдың қырының проекциясы қандай? Нүкте ме, әлде кесінді ме? Дұрыс айтасыздар. B', C' кесіндісі. Енді, егер BC нүктелері арқылы өтетін шатырдың қыры шексіз деп көз алдымызға елестетсек, оның проекциясы қандай болады деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. B', C' нүктелері арқылы өтетін түзу болар еді. Олай болса, түзудің проекциясы қандай фигура болады деп ойлайсыздар? Яғни, сіздердің манағы суретке қарап айтқандарыңыз, түзудің проекциясы түзу болады деген ойларыңыз дұрыс. Олай болса, мұна қасиетті жазып алыңыздар. Параллель проекциялау кезінде проекциялау бағытына параллель емес, түзудің проекциясы түзу болады дегенді. Енді осы жердегі қасиетте келтірілген
проекциялау бағытына параллель емес түзу дегенді қарастырайық. Ол үшін суретімізге қайтып келейік. Суретте проекциялау бағытына параллель үйдің элементтерін көріп тұрсыздар ма? Дұрыс айтасыздар. Яғни шатырдың CD қабырғасын, немесе қыры деп қарастыруға да болады. Осы шатырдың CD қабырғасын, яғни параллель проекциялау түзуіне, немесе басқаша айтқанда күннің сәулесіне параллель екендігін байқап тұрсыздар. Олай болса, осы шатырдың CD қабырғасының проекциясы қандай фигура болып бейнеленген? С штрих нүктесі. Дұрыс айттыңыздар. Егер берілген түзу бағытташы түзумен бағыттас болса, онда оның проекциясы нүкте болатындығын сіздер осы суреттен яғни байқап отырсыздар. Енді келесі қасиетті қарастыру үшін үйдің элементтерінде немесе осы суретте параллель түзулердің бар ма? Яғни сіздер өздеріңіз байқап отырғандарыңыздай BC, сонымен қатар әнді түзулер параллель екен. Дұрыс айтасыздар. Сонымен қатар талдың немесе теректің діңгектерін қарасаңыздар, олар параллель орналасқан ба? Дұрыс айтасыздар. Оларды параллель деп қарастыруға болады. Осы параллель түзулердің бейнелері қалай орналасқан деп ойлайсыздар? Сіздердің ойларыңыз дұрыс. Яғни олар BC және DN параллель түзулерінің бейнесі B' және S' болып тұр. Ал талдың теректің діңгектері олар параллель түзулерінің бойында орналасқанын байқап тұрсыздар. Олай болса, сіздер дұрыс айтып отырсыздар. Яғни көрсететін болсақ, параллель проекциялау кезінде проекциялау бағытына параллель емес параллель түзулердің проекцияларда параллель түзулер немесе бір түзу болады. Енді келесі параллель проекциялау қасиеттерінің тағы бірі бір түзудің бойында жатқан үш нүктеге қатысты қатынастың сақталатындығын айтайық. Егер бір түзудің немесе параллель түзулердің кесінділерінің проекцияларының қатынасы берілген кесінділер қатынасына тең болады. Нақты жағдайда суретте көріп отырғандағыңыздай AB және AB мен BC-ның қатынасы тең болады. Олардың бейнелері A', B' пен B', S'-ның қатынасына. Егер жазық F фигурасы проекциялы жазықтығына параллель жазықтықта жатса, онда оның проекциясы F1 фигурасы F фигурасына тең болады. Яғни проекцияланушы жазықтық пен жазық фигура жатқан жазықтық параллель болған жағдайда осы қасиет орындалады. Келесі параллель проекциялау кезінде сақталынатын фигураның қасиеттері афиндік қасиеттер деп аталынады. Бұл афиндік қасиеттер деген сөзбен терминмен біз болашақта тағы да кездесеміз. Кез келген егер ABC үшбұрышы берілсін, ол дұрыс үшбұрыш болсын, теңбелі үшбұрыш болсын, тікбұрышты үшбұрыш болсын, оның жазықтықтағы проекциясы кез келген A', B', S' үшбұрышы болады. Сонымен қатар тетраэдрында параллель проекциясы жазықтықта кез келген толық төртбұрыш бола алады. Бұл жерде толық төртбұрыш дегеніміз не? Егер ABC-да төртбұрышы берілетін болса, оның диагональдарды сол төртбұрышта салынатын болса, онда бұл төртбұрышты толық төртбұрыш деп атайды. Олай болса, біздерге кеңістікте берілген жазық үшбұрыш фигурасы мен тетраэдрдің параллель проекцияларын қарастырайық. Альфа жазықтығына түсірілген. Яғни сіздер суреттен көріп отырсыздар, тетраэдрдің бейнесі толық төртбұрыш түрінде берілген. Енді практикалық жұмыс қарастырайық. Параллелограммның проекциясын салу алгоритмі. Кеңістікте A, B, C-да параллелограмма берілсін. Параллелограммның диагоналдарының қиылысу нүктесі E нүктесі болсын. Осы кеңістікте берілген A, B, C-да параллелограммның бейнесін салайық. Проекцияланушы жазықтық ретінде өзіміздің дәптерлерімізді салайық. A, B, C-да параллелограммның бейнесін салу бірнеше қадамнан тұрады. Бірінші, A, B, C нүктелерін дәптерімізде бейнелейік. Алынған нүктелерді кесіндімен қосайық.
Нәтижесінде біздерде FGH үшбұрышы пайда болды. Параллель проекциялау кезінде кез келген ABC үшбұрышы кез келген үшбұрышқа бейнеленеді деген ереже бойынша біздерде ABC үшбұрышының бейнесі FGH үшбұрышының бейнесін алдық. Ендігі мақсатымыз біздің D нүктесінің орнын табу. Ол үшін параллель проекциялау кезінде фигураның аффиндік қасиеттерінің сақталмайтынын ескеріп, E нүктесінің орнын табайық. E нүктесі біздерде AC қабырғасының ортасы. Олай болса, біздің бейнемізде, дәптеріміздегі FH нүктесінің ортасын табайық. Табылған нүктемізді белгілейік. Нақты жағдайда I нүктесі пайда болды. Енді біздің D нүктеміз, яғни ол EB түзуінің бойында жатқандықтан, өзіміздің дәптерімізде бейнеленген суретте G, I нүктелерін түзумен қосайық. Параллелограммның ізделінде 4-ші төбесі осы G, I түзуінің бойында жатыр. Оны қалай анықтаймыз? Шеңбер салайық. Шеңбердің центрі ретінде I нүктесін, радиусы ретінде IG кесіндісін алайық. Нәтижесінде шеңбер мен IG түзулер қиылысты. Қиылысу нәтижесінде біздерде J деген нүкте пайда болды. Осы J нүктесін кесінділермен қосатын болсақ, басқаша айтқан кезде F төбесімен қосатын болсақ параллелограммның, және H төбелерімен қосатын болсақ, онда біздерде параллелограммның бейнесін көріп тұрсыздар. Бұл жердегі артық сызықтарды шеңберімізді өшіріп тастайық. Түзулерімізді өшіріп тастайық. Нәтижесінде кеңістікте берілген ABCD параллелограммның бейнесін дәптерімізге салдық. FGHG параллелограмм. Оның диагоналдарының қиылысу нүктесі ретінде біздерде I нүктесі орналасқан. Сабағымыздың келесі бөлігіне көшейік. Яғни мен сіздерге осы практикалық жұмыстан кейін мынандай жұппен орындауға тапсырмаларды бергім келіп отырмын. Бұны сіздер жұппен орындайсыздар, бір-біріңізбен талдайсыздар, бір-біріңізге кері байланыс бересіздер. Шеңбердің проекциясы қандай фигура болуы мүмкін? Сізге қазір қосымша сызбаны көрсетемін. Бірақ қосымша сызбаны қарамастан бұрын ойлануларыңыз керек. Кеңістіктің үш нүктесін проекциялаған уақытта қанша нүкте болуы мүмкін? Барлық жағдайларын қарастырыңыздар. Екі қиылысушы түзудің проекциясы қандай фигуралар болады? Яғни манағы айтқанды шеңбердің параллель проекциясını, яғни мен сіздерге екі суретті көрсетіп отырмын. Осы суретке қарап қандай ой түйдіңіздер? Проекциялы жазықтықтары шеңбер жазықтығымен қалай орналасқан? Дұрыс айтасыздар. Яғни бір суретте проекциялы жазықтығы мен шеңбер жазықтығы параллель орналасқан, екінші жағдайда қиылысатын жағдайда орналасқан. Олай болса, егер мана қарастырған қасиетті естеріңізге түсіріңіздер. Егер параллель жазықтықтарда орналасатын болса, онда жазық фигура қандай фигураға түрленеді? Өзіне тең фигураға түрленеді. Дұрыс айтасыздар. Ал егер шеңбер жазықтығы проекцияланушы жазықтыққа параллель болмаса, онда шеңбердің параллель проекциясы эллипс болатындығын суреттен көріп отырсыздар. Дұрыс айтасыздар. Сіздердің ойларыңыз дұрыс. Енді сұрағымыздың, тапсырмамыздың екінші бөлігіне көшейік. Кеңістіктің үш нүктесін проекциялаған уақытта қанша нүкте болады? Сіздердің жауаптарыңыз берген дұрыс, яғни үш нүкте жағдайы болуы мүмкін, егер үш нүкте әртүрлі жағдайда орналасса. Ал егер екі нүкте бір түзудің бойында орналасса ше, онда оның проекциясы екі нүкте болуы мүмкін. Яғни өздеріңіз көріп отырғандай екінші суретте. Ал үш нүкте бір түзудің бойында орналасса, онда олардың бейнесі бір-ақ нүкте болады. Дұрыс айтасыздар. Бұл тапсырманы жақсы орындаған екенсіздер. Енді үшінші тапсырма. Екі қиылысушы түзудің проекциясы қандай фигуралар болады? Сіздердің берген жауаптарыңыз дұрыс. Яғни олар қиылысушы екі түзуге проекцияланады. Жақсы.
Ал енді мынандай жағдайды қарап көрейік. Екінші түзуіміз проекцияланушы түзуге параллель болған жағдай ше. Дұрыс айтасыздар. Онда оның бейнесі нүкте болуы мүмкін, және екінші түзудің бейнесі түзу болады. Ал олар қалай орналасады? Яғни сіздердің ойларыңыз дұрыс. АБ проекциясын берілсе, мысалы оның проекциясы түзу болады, ал екінші оның түзумен қиылысатын, бірақ параллель орналасқан түзуіміз сол түзудің үстіндегі нүкте болады. Ойларыңыз дұрыс. Енді нөмір 2 практикалық тапсырманы өз бетімізбен орындайық. Бұл практикалық тапсырма дұрыс алты бұрыштың проекциясын салыңыздар. Өздеріңіздің, яғни проекцияланушы жазықтық ретінде дәптерлеріңізді алыңыздарды, яғни кеңістікте берілген дұрыс алты бұрыштың проекциясын салыңыз. Кеңістікте EDCBAF дұрыс алты бұрышы берілген. Осы дұрыс алты бұрыштың бейнесін дәптерімізге салайық. Ол үшін бұл алты бұрышты, берілген алты бұрышты үшке бөлейік. Нәтижесінде ABDE тіктөрт бұрышы, AFE, BCD тең берілі 2-3 бұрыш пайда болды. Бірінші қадам ABDE тіктөрт бұрышының бейнесін салу. Ол үшін кеңістіктен 3 нүкте алайық. Бұл 3 нүкте EDB нүктелерінің бейнесі болсын. Оларды кесіндімен қосайық. Ендігі біздің мақсатымыз 4-ші А төбесін табу. Ол үшін жоғарыдағы параллелограмм салған сияқты G және I нүктелерінің кесінділерінің ортасын табамыз. Табылған нүктені белгілейміз. G нүктесі пайда болды. Олай болса, кеңістіктегі А нүктесінің бейнесі GH түзуінің бойында орналасқан. GH түзуінің бөлігінің қай жерінде орналасқанын анықтау үшін біздер шеңбер жүргіземіз. Центрі G нүктесі, радиусы GH кесіндісіне тең шеңбер жүргіземіз. Бұл шеңбер жаңағы айтқан GH түзуімен қиылысады. Қиылысқанда К нүктесі пайда болды. Осы К нүктесі біздің ізделінді А нүктесінің бейнесі. Олай болса, параллелограммның қалған екі төбесін осы К нүктесімен қосатын болсақ, біздерде EDVA тіктөрт бұрышының бейнесі GHIK параллелограммы болды. Артық шеңбер сызбалардың суретін алып тастайтын болсақ, яғни біздің жаңағы тіктөрт бұрышымыздың бейнесін көруге болады. Ендігі мақсат біздерге келесі екі төбесі С және F төбелерін табу. С және F төбелерін табу үшін қосымша өзіміздің кеңістікте берілген алты бұрышымызды сызбалар жүргізейік. Диагоналдардың қиылысу нүктесі, бұл алты бұрыштың центрі L нүктесі пайда болды. Осы L нүктесіне қатысты С және F нүктелер симметриялы орналасқан. Олай болса, С нүктесін табу үшін L нүктесі арқылы AB түзуіне параллель түзу жүргіземіз. Біздің жағдайымызда G нүктесі арқылы KI түзуіне параллель түзу жүргіземіз. G нүктесі арқылы өтетін және KI түзуіне параллель түзу жүргіздік. Яғни осы түзуіміз біздің HI және GK қабырғаларымен қиылысты. M және N нүктелері пайда болды. Ендігі
мына жерде байқап отырғаныңыздай, егер біздер мына жердегі нүктені егер белгілейтін болсақ, онда ОС кесіндісі мен ЛО кесіндісі тең. Нақты жағдайда біздің бейнемізде де, яғни фигуралардың аффиндік қасиетін сақталынатын ескеретін болсақ, параллель проекциялау кезінде GM-ге тең кесінді салуымыз керекпіз. Ол кесіндіні шеңбердің көмегімен салайық. Яғни центрі М нүктесінде орналасқан, радиусы MG-ға тең шеңбер жүргізейік. Ол біздің түзуімізбен қиылысады. Нәтижесінде П нүктесі пайда болды. Егер осы H, P және PI түбілерін қосатын болсақ, біздерде яғни ізделінді С төбесінің бейнесін салдық. Екінші, F төбесінің бейнесін дәл осылай іздеуге болады. Онда да шеңберді пайдаланамыз. N нүктесін центр ретінде қабылдап, NG кесіндісінің не тең болатын радиус жүргіземіз. Түзудің шеңбермен қиылысу нүктесін белгілесек, яғни F нүктесінің бейнесін алдық. Ол біздерде Q нүктесі болды. Сәйкес кесінділермен қосатын болсақ, түзулерді шеңберді алып тастайтын болсақ, онда сәйкесінше біздерде QGHPIK алты бұрыштың бейнесі, алты бұрышты фигура пайда болды. Екінші практикалық жұмысты орындадық. Енді сабағымыздың келесі бөлігіне көшейік. Енді параллель проекцияның бір түрі ортогональ проекцияны қарастырамыз. Ол үшін мен сіздерге, яғни ортогональ проекцияның қалай алынатындығын көрсеткім келіп тұр, ал анықтаманы сіздер өздеріңіз тұжырымдап көріңіздер. Яғни альфа жазықтығы берілсін. Альфа жазықтығымен қиылысатын L түзуі және L түзуіне шарт қойылады. Бұл жерде L түзуі альфа жазықтығына перпендикуляр орналассын. Онда кеңістікте А нүктесі берілсе, осы А нүктесінің проекциясын алу үшін L түзуі арқылы, А нүктесі арқылы L түзуін жүргіземіз. Сәйкесінше оның қиылысқан нүктесі H' нүктесі пайда болады. Олай болса, ортогональ проекциясы А нүктесінің H' нүктесі. Дәл параллель проекция сияқты алынып тұр, бірақ бір ерекшелік бар. Анықтаманы өздеріңіз жазып көріңіздер. Егер сіздер анықтаманы жазсаңыздар, онда бұл анықтамаларыңыз мына түрде болу керек. Егер проекциялы бағытта проекциялаушы жазықтыққа перпендикуляр болса, онда параллель проекцияның бұл түрін ортогональ проекция деп атайды. Енді ортогональ проекция бізде өмірде көптеп қолданылады. Енді суретте көріп отырғандарыңыздай, яғни бір деталь берілген, сол детальдің, яғни сол детальдің табан жазықтығына параллель жазықтыққа ортогональ проекциясы түсіріліп тұр. Ал енді келесі суретте үйді көріп тұрсыздар. Үйдің ортогональ проекциясы, яғни үйдің төрт қабырғасына және табан жазықтығына, сонымен қатар жоғарғы табан жазықтығына параллель жоғары жазықтықта да проекцияланып тұр. Бұндай проекциялауды көбінесе сызба геометриясында үйдің жобаларын жасаған кезде пайдаланылады. Инженер-техникалық мамандыққа түскен студенттер мысалы мынандай проекцияларды жасап үйренеді. Яғни егер сіздер болашақта заводқа, яғни басқа өндіріс орнына жұмысқа барсаңыз, детальдің түп нұсқасын жасау үшін осындай проекция сызбалармен жұмыс жасай алуларыңыз керек. Яғни сызбаның түп нұсқасын жасау үшін оны үш өзара перпендикуляр жазықтыққа ортогональ проекциялайды. Сол және осы сызбаларда оның өлшем бірліктері жазылады, осындай түп нұсқасын алуға мүмкіндік береді. Бұл өмірде қолданысы. Енді геометрияда біздерде ортогональ проекция көп бұрыштың ауданын табуға қолдануға болады. Немесе бұрыштардың, екі жазықтық арасындағы бұрыштарды табуға қолданылады. Осының бір мысалы ретінде көп бұрыштың ортогональ проекциясының ауданы формуласы тақтада жазылып тұр. Яғни бұл жерде
біз үшбұрышты моделінде қарастырайық. Альфа жазықтығы берілсін, және кеңістікте А, Б, С үшбұрышы берілсін. Оның альфа жазықтығына проекциясы өздеріңіз көріп отырғандай А, Д, В болады. Осы А, Б, С үшбұрышы жатқан жазықтық пен альфа жазықтығының арасындағы бұрыш CHD альфа фи болып белгіленсін. Олай болса, А, В, Д үшбұрышының ауданы ол кеңістікте берілген А, Б, С үшбұрышы көбейтілген осы екі жазықтықтың арасындағы бұрыштың косинусына тең. Осы көпбұрыштың ортогонал проекциясының ауданы Саламатсыздар ма оқушылар, мен сіздерге бүгін бір есеппен келіп тұрмын. Менің әкем шатырға жабуға кететін материалдың ауданын есептеуге өтінді. Міне өздерің көріп тұрғандай, мынау біздің саяжай үйдің моделі болып келеді. Оның шатыры екі жақты. Ал оның өлшемдеріне тоқтай кететін болсақ, оның биіктігі 3 метр, ал үйдің ортогональды проекциясы бұл мынау жерге кескіндеген. Оның ұзындығы 12 метр, ал ені 8 метр. Сонымен қатар үйдің ортогональды проекциясы, шатырдың ортогональды проекциясы екеуі бірдей болады. Бұл есепті шешу үшін сізден көпбұрыштың ортогональды проекциясының ауданын формуласын қолдануды өтінемін. Бұл есепті шешу үшін біз шарт бойынша көпбұрышты ортогональды проекциясының ауданының формуласын қолданамыз. Ал бұл дегеніміз не? Бұл S проекция, тем более S көбейтілген косинус фи. Бұл жерде S проекция дегеніміз бұл ADB үшбұрышының ауданы, ал S дегеніміз бұл ABC үшбұрышының ауданы. Ал косинус фи бұл осы фигура және проекциялық жазықтығының арасындағы бұрыштың косинусы, яғни CHD бұрышының косинусына тең. Ал біз есептің қарастыратын болсақ, бізде шарт бойынша біздің шатыр екі жақты болып келеді. Сондықтан проекцияланған кезде тек оның жарысын ғана аламыз. Және де бұл формула S проекция, тем более S көбейтілген косинус фи. Біздің есептің шешімін табу үшін бізге S шатыр, тем более S проекция бөлінген косинус фи ретінде жазамыз. Бұл жерде бізге S проекция және косинус фиді табуымыз қажет. Ал S проекция дегеніміз бұл оның проекциясының ауданы, яғни 4 көбейтілген 12. Ол тем более 48 метр квадрат. Ал енді косинус фиді табатын болсақ, біз бұл үшбұрышты қарастыруымыз керек. Бұл жердегі фи бұрышы оның косинусы, яғни іргелес жатқан катет және де гипотенузаның қатынасына тең. Бізде гипотенуза белгісіз. Оны табу үшін біз Пифагор теоремасын қолданамыз. Яғни x тең болады 3-тің квадраты қосылған 4-тің квадраты, оның түбірасын аламыз, оның түбірасы 25 шығады. Оның түбірасын шығаратын болсақ, яғни біздің гипотенуза 5 метрге тең. Енді бұрыш үшін косинус жазатын болсақ, ол іргелес катет тең болады, іргелес катет, яғни 4 бөлінген гипотенуза 5. Яғни біздің косинус фи ол 5-тен 4-ке тең. Ал енді жалпы ауданын табатын болсақ, S тең болады 48 бөлінген 5-тен 4. Немесе 5 көбейтілген 48 бөлінген 4. Ал бұл 60 метр квадратқа тең. Ал басына айтып өткендей, бұл тек шатырдың жарысының ауданы. Оның толығын табу үшін біз бұл шаманы екі еселенуіміз қажет. Яғни S жалпы тең болады 2 көбейтілген S шатыр 2 көбейтілген 60 тең болады 120 метр квадрат. Жауабын жазсақ, 120 метр квадратқа тең. Яғни осы саяжай үйдің шатырын жабуға бізге 20 метр квадрат материал кетеді. Орындауға мен сіздерге жұптық тапсырма берейін. Ол үшін қыры бірге тең А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1 кубы берілсін. Осы кубтың А, Б1, С үшбұрышы мен табан жазықтығы арасындағы бұрыштың косинусын анықтаңыздар. Тапсырмаларды жұппен орындаңыздар. Орындап болған соң, қасыңыздағы көрші жұппен жауаптарыңызды салыстырыңыздар. Бір-бірлеріңізге кері байланыс беріңіздер.
Яғни тапсырманың егер сіздер сызбасын жасайтын болсаңыздар, сіздерде мынандай А1С үшбұрышымен АДЦ оның проекциясы, ортогональ проекциясы АДЦ үшбұрыш екенін көріп отырсыздар. Олай болса, осы үшбұрыштың табан жазықтығымен жасайтын бұрышының косинусын анықтау керек. Жаңағы формуланы пайдаланып. Егер сіздер тапсырманы жұппен орындап болсаңыздар, онда оның шешу жолын қарастырайық. Яғни, манағы жоғарыда қарастырған S проекция тең болады S көйтілген косинус фи формуласын пайдаланамыз. S проекция деп отырғанымыз, яғни АДЦ үшбұрышының ауданы. Оның ауданы, егер кубтың қабырғалары бір болатын болса, және бұл АДЦ үшбұрышы тікбұрышты үшбұрыш болғандықтан, 2/1 АБ формуласын пайдаланамыз. 2/1 көбейтілген АД және ДЦ қабырғалары ол кубтың қырлары бірге тең. Олай болса, АДЦ үшбұрышының ауданы 2/1-ге тең. Келесі, біздің А1С үшбұрышының ауданын табуымыз керек бізге. Ол А1С үшбұрышының ауданын қарасаңыздар, қабырғаларына назар аударайық. Оның қабырғалары әрбір жақтың диагоналі болып тұр. Олай болса, оның диагоналдары өзара, әрбір жақтың диагоналдары өзара тең, себебі бұл квадраттар болғандықтан, яғни оның ұзындығы түбірасты 2-ге тең. Олай болса, тең қабырғалы үшбұрышының ауданын бірден пайдалануымызға болады. Болмаса, үш қабырғасы және олардың арасындағы бұрыш 60 градус, яғни 2/1 АБ синус альфа формуласын пайдалануымызға болады. Бұл жерде, яғни ол өздеріңіздің таңдауларыңызға байланысты. Тең қабырғалы үшбұрыштың ауданы түбірасты 3 көбейтілген А квадрат бөлінген 4 тең болады. А деп отырғанымыз, яғни АБ1 ұзындығы ол түбірасты 2-ге тең, түбірасты 3 көбейтілген түбірасты 2-ның квадраты бөлінген 4 тең болады түбірасты 3 бөлінген 2. Енді косинус фиді табу үшін S проекцияның S-ке қатынасын табамыз. Яғни біздерде проекция АДЦ-ның А1С-ға қатынасын табамыз. Осы жерде тағы бір назар аударып кететін нәрсе, S проекция тең болады S көбейтілген косинус фиге назар аударатын болсаңыздар, проекцияның ауданы үшбұрыштың ауданынан кіші бола ма, әлде үлкен бола ма? Осыған назар аударыңыздар. Яғни косинус фи егер біз 0-1-ге дейін деп қарастыратын болсақ, онда проекцияның ауданы белгілі үшбұрыштың ауданынан артық болмайтындығын көріп отырсыздар. Олай болса, яғни S-АДЦ бөлінген S-А1 А1С тең болады. Аудандардың қатынасы 2/1 бөлінген түбірасты 3 бөлінген 2 тең болады. 2/1 көбейтілген 2 бөлінген түбірасты 3. Нәтижесіне 1 бөлінген түбірасты 3. Ал сіздерден осы екі жазықтық арасындағы бұрыштың косинусы сұрады. Олай болса, жауабы түбірасты 3 бөлінген 3. Енді осы сабақ нәтижесінде жасалынған, яғни сабақ барысында жасалынған жұмыстарыңызды өздеріңізге баға беріңіздер. Ең жоғарғы балл 3 балл, бірінші практикалық жұмыс үшін 2 балл, 3 сұрақ өздеріңіз білесіздер, 3 нүкте туралы, шеңбер туралы болған сұрақ. Нөмір 2-ші практикалық жұмыс дұрыс 6 бұрыштың бейнесін салдық, ортогональдық проекция ауданын табуға есеп берілді. Егер сіздер нәтижесінде 10 мен 14-ның арасында ұпай алсаңыздар, бұл жақсы нәтиже, яғни бүгінгі сабақтың тақырыбын сіздер меңгердіңіздер, мақсаттарыңызға жеттіңіздер деп есептеуге болады. Енді үйге тапсырма. Біздер мана параллель проекциялық қасиеттерін барлығын қарастырдық. Енді осы параллель проекциялық қасиеттерін дәлелдеуді өздеріңіз үйден оқыңыздар. Екінші тапсырма, трапецияның және бесбұрыштың проекцияларын салыңыз. Үшінші тапсырма, барлық қырлары өзара тең үшбұрышты пирамиданың қыры 4 см. Бер жағының табан жазықтығына ортогональ проекциясының ауданын табыңыз. Яғни ортогональдық проекция ауданын табуға байланысты формуланы пайдаланасыздар. Келесі тапсырма 4-ші, үшбұрыштың параллель проекциясында медиана проекциясын қалай саламыз? Осы тапсырмаларды үйден орындап келіңіздер. Енді бүгінгі сабаққа байланысты сіздерден кері байланыс сұраймын. Бүгін сабақты не ұнады? Соны жазыңыздар. Бірінші бағанға, екінші сабаққа сабақтың қай тұсын сіз өзгерткіңіз келеді? Соны жазыңыздар. Бүгінгі сабақта сіз үшін не қызық болды? Соны көрсетіңіз. Егер сіздер жазып болсаңыздар, онда бүгінгі осы материалдарды қай әдебиеттерден қарай аласыздар? Осыған назар аударыңыздар. Геометрия 10-шы класс Шыныбеков
Атамұра баспасы. Екінші Потускуй Зузбаевич геометрия 10 класс. Үшінші Шаригин геометрия 10-11 класс. Яғни оқушыларына арналған. Осы кітаптардан қарауларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.